Ақтөбенің автопаркі жаңа автобустармен толықты. Бұл жолы қалаға Қарағандыда құрастырылған Қытайдың Yutong маркалы автобустарының 10-і жеткізілді. 110 орындық қоғамдық көліктер жуырда жолаушы тасымалдауға шығарылады. Жаңа автобустар қаланың шет аумағына қатынайтын нөмірі 19-шы бағытқа берілмек. Бұл автобустардың әрқайсысы 62 миллион теңгеге сатып алынған. Көліктер жайлы, заман талабына сай. Мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған орын мен пандусы да бар. Сондай-ақ әр автобуста 5 бейнекамерадан орнатылған. Жылтқыш пешеде әлдеқайда көп. 100-ден астам жолаушы емін-еркін сиятындай орын жеткілікті дейді автопарк өкілдері. Автопарк жшісі 10 үлкен сыйымдылықта Yutong маркалы автобус сатып алды. Әр автобустың құны 62 миллион құрайды. Бүгінгі күні енді 19-шы бағыттың автобустарын жаңартуға жоспарлап отырмыз. Қазіргі таңда автобустар тіркеуден өту керек, сосын электронды төлем жүйесін қондырғаннан кейін шығады. Компания жыл басынан бері 55 жаңа автобус алған. Осылайша күн тәртібінен түспей тұрған қоғамдық көлік мәселесі Ақтөбеде біртіндеп шешіліп келеді. Қала көшелерінде күнделікті жүйткіп жүрген жаңа автобустар жолаушылардың да талабынан шығып отыр. Жаңа автобустар жақсы. Жылы, соңғы 20 нөмірі 20-шы автобус бар ғой. Автобустардың несі сатылмаған ұнайды. Радует, конечно. Әрине жаңа автобустарды көріп жүрмін. Қатты ұнайды. Іші кең автобустар жақсы ғой әрине. Енді 26 және 24-ші бағыттағы автобустарды жаңаласа керемет болар еді. Серіктестік иесі келер жылы автопаркты тағы жаңалаймыз деп уәде берді. Қалада жолаушы тасымалмен төрт компания айналысады. Биыл барлығы 100-дей автобусты жаңартқан. Қызметі көптің көңілінен шығу үшін әлеуметтік маңызы бар бағыттар үшін жергілікті бюджеттен субсидия беріліп келеді. Жалпы сомасы 4 миллиард теңге. Бұл қаржыны қызмет көрсету сапасы жоғары компания ғана иелене алады. Райгүл Эншібай, Жомарт Құдайбергенов, Информ бюро, Ақтөбе облысы.